Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында баунти жасайтын боламыз. Шын мәнісінде өте дәмді болып шығады, дүкендікінен 1000 есе тәтті болып шығады, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Кәдімгі кокосовый стружкидің 3-еуін, 4-еуін алып, осылай бір ыдысқа салып аламыз. Бар болғаны 3 ингредиенттен тұрады бұл. Сосын кәдімгі сгущенкамен араластырамыз. Сгущенканы көп қойып жүрмеңіздер, себебі сұйық болып кетсе формасын ұстамай қалуы мүмкін. Осылай сәл бір-біріне жабысатындай қылып салып алғаннан кейін пищевой пакетке орап саламыз. Формасын келтіруіміз керек. Дәл осы күйінде сосын морозильникке жібереміз. Қатты болу керек бізге сәл. Шыны керек, мен осыған дейін мүлдем баунтиді ұнатпайтын едім, осыдан кейін маған өте қатты ұнады. Алдағы уақытта да осындай істеп тұратын боламын бұйырса. Осылай дайындап алғаннан кейін морозилькаға салып қоямыз. Қатқаннан кейін осылай өзіміздің қалауымызша формасын келтіреміз. Біздер қазір шоколадтың түріне, кәдімгі баунтидің түріне ұқсатып, осылай кесіп жатырмыз. Біздерде 5 бөлік шығады. Не? Енді осыны молочный қара шоколадқа ертіп, соған саламыз. Міне осылай, дәл видеодағыдай жасасаңыздар. Бұны да кейін қатыруға жібереміз. Міне. Баунтидің түрін қылып жасап жатырмын үстінен қасықпен. Енді қалғандарымыздың барлығын солай жасап шығамыз, қайталап шығамыз. Болғаннан кейін қасығымыз сулап, шоколадтың түрін келтіріп аламыз тағы да. Қасығыңыз суламасаңыздар, бүлдіріп тастауы мүмкін, сондықтан міндетті түрде осылай жасаңыздар. Шынымен өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.